11-ші аудио мәтін. Туған елде кездескенше. Варшаваның түбі еді түс кезі. Кезекші айтты, бір жерлесің келіп тұр. Қазақ екен, күлім қағып тұр көзі. Мұның дағы жан жүрегі еріп тұр. Тартқан менен ілгеріге бір екпін, сабыр сақтап қолды ғана алысты. Тілшісі екен майдандық бір газеттің. Сағынғали Сейітов деп танысты. Сәлден кейін кетті әңгіме жарасып, туған елді, туған жерді еске алып, ата-анаға қалған елге жан ашып, арасында сағыныштан жас тамып. Бір сәт деді екеуі, жеңеміз. Қалды артта қиындықтар азап күн. Бұл соғыста көрініп жүр білеміз. Ерлік жасап қыздары да қазақтың. Деген кезде Сағынғали жай ғана құлақ түрді Хиуаз оның сөзіне. Мәметова жайлы айтады айнала. Батыр болып туғандай-ау өзі де. Мәметова елең етті Хиуаз. Мәншүк болар, сірә оның есімі. Иә, Мәншүк. Соңында оның қалдаңыз. Қазағымның ол да ардағы асылы. Мәншүк менің бала кезгі досым ғой. Жасынан ақ батыл еді, өр еді. Қыздар біздің қайраттанса жасын ғой. Дұшпан фашист бізді қайдан жеңеді? Әлия деген батыр шықты тағы да. Мерген бопты көздегенін сұлатқан. Батыр қыздар туған елдің бағына, жаудың өзін таңырқатып қаратқан. Сағынғали кетерінде өтініп, Хиуазды редакцияға шақырды. Айтып сенің ерлігіңді жатыр жұрт. Жігіттер де білет сенің атыңды. Аға сөзін құп алды да бір күні, редакция баспалдағын аттады. Тыңдағанда естіледі бір түрлі, мұны келіп барлығы да мақтады. Сөз емес бұл айтқан сонша асырып, қазақ атын жүрсің қалқан шығарып, ел басына күн туғанда ашынып, апаларың көтерілген ту алып. Мұны айтқан осы газет тілшісі Жұбан Молдағалиев боп шықты. Ақын десе ақын екен бұл кісі, сөйлеп болып тебіреніп жыр төкті.